жетістікке жетемін деп ойлаймын. Қызылордаға сәлем. Сәлематсыз ба? Аты жөніңіз? Гүлнар Телманқызы, Сырелі жырынан келген. Өнеріңіз? Өнерім әншілерге пародия жасаймын, және кинодан үзінді көрсетемін. Өзіңіз кино боласыз ба? Солай деп ойлаймын. Ой, пырма. Онда бізге қызық болайын деп тұр ау. Кинодан үзінді. Мен Сапардың әйелімін. Әйелінен айырушылардың бәрі осы үйге келіп қонушы еді. Күйеуімді шақырып жіберіңізші. Әй, балам, мында балдар ұйықтап жатыр ғой. Әй, Сапар шақырып жатыр. Еттеген өзің кеттім. Ажырасам деген өзің. Енді не керек саған? Шық үйден. Ендеше мен іздемей-ақ қой. Мамама кетем. Деп ажырасып кетеді екен. Енді сахнада Мақпал Жүнісова. Бақтым қонсын басыма, оңалау келерін демесем, жүгіріп жүрсем қасында, сүйініш болып демесем. Сахнада Жанар Айжанова. Жанар Айжанды салып көріңіз. Әсем әнін сәдің айдай, әлем сүйіктің дайдай, тамылжыда бәні салмай, күнде думан болмайдай. Өзіңізді күйеуіңіз салып сіз көрсіп атқаным. Қартайғанша әртіс болам деп, болды қоятын уақытың болды ғой, бармайсың. Ар жағындағыны әжек шошаңдап деп қой. Шошаңдамай сахнаға шығып. 4 балаң бар, шошаң өйтіп, осы апайға ер болдың ба? Бармайсың. Жоқ, мен барам. Менің тыныш өлетін жағдайым жоқ. Мен өнерімді сыртқа шығаруым керек. Солай емес пе? Барсаң бар енді, амалым қолым, не істеймін? Өнерің ерекше.